Бүгінгі Мұхтар мұрасы адамзат қазынасы атты әдеби сабағымыз қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақ ғылым академиясының академигі, филология ғылымының тұңғыш докторы, профессор, қазаққа еңбегі сіңірген ғылым қайраткері Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жылдық мерейтойына арналады. Ең бірінші Мұхтар Әуезовтің шығармашылығымен таныспас бұрын өмірбаянына кезек берейік. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Қасқа Бұлақ деген жерде дүниеге келген. Ата-анасымен ерте айырылған Мұхтар өзінің ағасы Қасымбектің қолында тәрбиеленеді. Одан кейін Семейдегі Калиник деген жерде 5 жыл орыс мектебінде оқиды. Содан кейін 5-ші сыныптың соңғы сыныпта өзінің «Ауыл» деген атты шығармасын жазады. 1917 жылы Мұхтар Әуезовтің алғашқы рет «Еңлік кебек» атты пьесасы қойылған. Мұхтар Омарханұлының баспа бетін көрген көркем шығармаларының тұңғышы «Қорғансыздың күні», «Арғын» деген құпия атпен 1921 жылы Қызыл Қазақстан журналында жарияланған. Мұхтар Әуезов әңгімелерінің негізгі тақырыбы қазақ ауылындағы кедейлер өмірін, қорғансыз жандардың тұрмыс тіршілігін суреттейді. Әңгімелері «Қорғансыздың күні», «Жетім», «Қыр суреттері», «Кім кінәлі», «Сөніп жану» тағы басқа, және де повестері «Көксерек», «Қараш-қараш уақиғасы», «Қилы заман». Енді осы шығармалардың қысқаша мазмұнымен таныссақ. Мұхтар Әуезовтің ескілік көлеңкесінде ескі салт бойынша өлген апасының орнына кәрі жедесіне тоқалдыққа баруға ризалық білдірген. Өзін сүйген жігіт Қабыштың тілегімен есептестеген Жәмеш деген қыздың халін әңгімелеген. Мұхтар Әуезов өмір қайшылықтары мен теңсіздіктерін әр қырынан көрсету арқылы қазақ әдебиетінде психологиялық проза үлгілерін тудырды. Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» повесінде 1916 жылы ұлт азаттық қозғалыстың барысы әділетсіздікке төзбей ел бастап шыққан ерлердің бейнесі көрсетілген. «Қорғансыздың күні» 1921 жылы жазушының алғашқы жарық көрген әңгімесі. Мұнда Ғазиза деген панасыз жетім қыздың адам айтқысыз озбырлығы, қорлыққа шыдамай боранға ұрынып, үсіп өлгені айтылады. Бұл шығармада ақын сияқты қара ниет ауыл әкімінің тағалық қылықтары әшкереленеді. Бұл Абай жолы ғасырлық туынды. Абай жолы эпопеясы Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі роман эпопеясы. Абай жолы қазақтың көркем поэзиясының классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетінен көркемдік қуат әкелетін үздік туынды. Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі роман эпопеясы. Абай жолы қазақтың көркем прозасының классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетінен көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көрсетеді. Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдағы ең үздік шығармаларының бірі деген жоғарғы баға алды. Сондай-ақ бұл роман эпопея қазақ халқын қала берді, бүкіл түркі әлемі дүние жүзіне танытқан ұлы шығарма ретінде де танылды. Мұхтар Әуезовтің мына сөзімен аяқтағым келіп отыр. Қазақ мектебіндегі бала келешекте қай мамандыққа барам десе де, ең алдымен өзінің ана тілін, әдебиетін сүюі шарт. Сол сүюді орта мектеп табалдырығын аттаған соңда мамандық білім беретін жоғары мектепке ауысқанда да асыл қасиетінде сақтау керек деп мұра тастаған.